Билік дрондарға қатысты кезекті тендер жариялады. Есіңізде ма? Алматыда өткен дрон шоуға 71 миллион теңге бөлінген айтып едім ғой. Енді мына қызыққа мән беріңіз. Дрон жарысын ұйымдастыруға мемлекет ақша бөлген. Сонда бұл жарыстың мақсаты қандай? Қанша теңге бөлінді? Жарыс қалай өтеді? Оның барлығын қазір тарқатып айтып берем, арнаға жазылып, бейнені бөлісе сал. Айтпақшы, дронмен айналысатын достарың бар ғой, оларға да жібер. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда. Алдымен тендерге тоқталайыншы, мұқият мән беріңіз. Дрон жарысын ұйымдастыруға 2 тендер жарияланған. Екеуінде Шығыс Қазақстан облыс әкімдігі ұйымдастырады. Алғашқысын сол облысқа қарасты жастар ресурс орталығы жариялап 6 миллион теңге бөлген. Сипаттамаға сәйкес 80 адамға арналған бұл шара 2 күнге созылады. Қашан өтетіні көрсетілмеген. Шара теориялық бөлімнен басталып, қатысушылар дрондарды құрастыру, баптаумен айналысады, ал соңында дрондар жарысы өтеді. Жарысқа 30 адам қатысады. 3 адамнан 10 командаға бөлінеді екен. Егер жасыңыз 35-тен аспаса, сіз де қатыса аласыз. Бөлінген қаржы ішіне қатысушыларды Өскеменге дейін пойызбен немесе таксимен әкелу қызметі кіреді. Сондай-ақ сипаттамаға сәйкес қала ішінде тұру, тамақтану шығындары да кіреді. Жарыста 5 төреші мен 2 сарапшы қатысады. Айтпақшы, олардың да шығындары өтеледі. Жаңа айтқанымызда екінші тендерде де Шығыс Қазақстан облыс әкімдігіне қарасты жастар ресурс орталығы жариялаған. Бұл тендерде көрсетілген сома 3 миллион теңге. Шара тағы да Өскемен қаласында өтеді, бірақ нақты қашан өтетіні тағы да көрсетілмеген. Ұйымдастырушы телеарнада интернет және басқа бақта ақпараттық қолдауды қамтамасыз етуді талап етеді. Қосымша әлеуметтік желілерде тарату үшін ұзақтығы кемінде 59 секунд болатын видео түсіріліп, монтаждау да қарастырылған. Кейінгі кезде билік дрондарға қатты әуес болып жүрген байқамадыңыз ба? Қараңыз, 2020 жылы Батыс Қазақстан облыс әкімдігі осыған ұқсас дрон жарысын ұйымдастырған еді. Аспан фест атауымен өткізілген бұл жарыстың анонсын интернеттен көруге болады. Міне қараңыз. Бұны біз жаңа тренд деп ойлап жүрміз ғой? Жоқ, олай емес екен. 2020 жылы ел коронавирус деп карантинде жүргенде Алматы облысында Жетісу Эрон дрон атауымен өткізілген елдегі алғашқы дрон сайысының 2 миллион 300 мың теңгелік тендерін байқадық. Қызық. Сіздерге де қызық болса, сілтеме қалдырам, материалмен толық танысып шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы.